Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы «Дін мен дәстүр бірлігі ұлт болашағының кепілі» атты кездесу кешін ұсынады. Ұлттық құндылық тарих көшінде ұлттың тірнектеп жинап, кейінге қалдырған тіл, дін, тарих, салт-дәстүр сынды рухани мұрасы. Дін адамдық ізгі қасиеттерімізді асқақтатса, салт-дәстүр ұлт болып қалыптасуымыз үшін қажет. Расында, кез келген ұлттың өркениеті мен мәдениеті ғасырлар бойы жинақталған, бабадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық рухани құндылықтардың негізінде қалыптасады. Дін бар жерде дәстүр, дәстүр бар жерде дін бар деп айтуға болады. Алла тағала Құранда кешірімді бол, ғұрыпқа, жақсылыққа бұйыр және надандардан жырақ бол деп әмір етеді. Ата-бабадан аманат болып жеткен дәстүрлердің бір парасы сан ғасырлардан бері ұласып келе жатқан ұғым ұстанымдар болса, ал көпшілігі асыл діннің әсерінен пайда болған дағдылар. Діни ұстанымдар мен ұлттық дәстүрлер жүйесін жаңғырту арқылы ғана кез келген халық өзінің рухани мәдениеті мен өзіндік дүниетанымын қалыптастыра алады. Ал мәдени мұраны қастерлеу, сақтау және оны байыту жалпы адамзат пен әлемдік мәдениетке қосылған үлес болып табылады. Бүгінгі таңдағы басты мәселе халықтың асыл қазынасын қабылдау, рухани байлығымен сусындау, салт-дәстүрін, діні мен ділін жетік меңгеру. Осы тұрғыдан алғанда, Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының кітап қорындағы Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл», Шамшат Әділбаеваның «Хадис ғұрпымыз», «Сүннет салтымыз», Құдайберді Бағашардың «Ислам және өнеге» және «Дін мен дәстүр» сынды кітаптардың оқырманға берер тағылымы орасан зор. Салт дәстүріне, ұлттық ерекшеліктеріне ерекше мән берген елдің іргесі берік, келешегі кемел. Асыл дініміз исламнан бастау алған салт дәстүріміз бен әдет-ғұрпымыз елімізді өзгелерден ерекшелейтін құндылықтар. Бабаларымыздың сан ғасырдан бері ұстанған дінінен ауытқымай, дәстүрлі емес діннің жетегіне ермей, бірлігімізді сақтайтын болсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Уықты басқұр сақтайды, ұлтты дәстүр сақтайды дегендей, ата-бабамыздан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі дініміз бен әдет-ғұрпымызды қадірлеп, құрметтейік.